Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданы Шыңғыстай ауылында, ал 1993 жылы 17 мамырда дүниеге келген Үндістан Дели қаласында. Найман тайпасы Көкжал Қаратай руынан шыққан. Әкесі екі салмақты кісі болған. Сөзге шешен, біреу тілмен тисе, өзі де тілмен тиісетін болған. Әр сөзінде терең мағына бар. Ал анасы Күлия өте ашық. Аузын ашса жүрегі көрінетін ақ жүректі, кең пейілді жан болған. Тіпті әжептәуір даусында болған, яғни әнші болған екен. Үйінде жалғыз ұл осы Оралхан, 5 қызы бар. Айман, Шолпан, Мәншік, Ғалия, Ләззат атты 5 қызы бар екен. Және де ол Оралхан дүниеге келгенде майдан уақыт еді. Әкесі елін құтқару үшін майданға кеткен. Ал анасы Күлия уайымдап, ырымдап, баласының атын Оралхан деп қойған екен. Оралхан Бөкей 1970 жылы Алматы қаласында жазушы баспасынан өзінің Қамшыйыр атты алғашқы жобасын, яғни жазбасын шығарған екен. Сол жазбасы осы Оралхан Бөкейді танытқан. Оған жаңағы қайдасың басқа құлыным, қарғысы, біздің жақта құсызақ, үркер ауып барады, үркер атты көп басқа да және басқа поэзиялары, повестері жатады екен. Және де ол кісі қанша өз бір сұхбатында мен қанша повесть жазсам да, қанша өлең жазсам да, не жазсам да өзімнің туған жерімді, кішкентай кезімдегі қызықты оқиғаларымды, кішкентай кезімде болған қиыншылықтарды көрген оқиғаларымның бәрін жазатын болған деген екен. Және де ол кісінің жері басқа елдерге де аударылған, яғни кітаптары, повестері, әңгімелері Қытай, Жапон, Корей, орыс тілдерінде. Ол өзі үшін үлкен мәртебе. 49 жасында кеткенмен елге сіңірген еңбегі көп. Оралхан Бөкей Терісахан әңгімесінен үзінді. Ағарысын жағасын 2 жолмен еткен кәрі емен болушы еді. Өзінен 100 қадамдай жырақ өскендің. Астын толқын тұрғанда жарқабақ құлап енді міне соғымын бере қалды. Емен қыржағындағы топыраққа бекінген табанына ғана ілініп тұр. Жылдар бойы әбден тұғырын су шая бастаған соң, өлім атты табиғат заңын өзінің құрығына тастағанын сезгендей. Еріксіз еңкейе берді өзіңге, еріксіз тошы кетті өзіңге. Сонда да сіңірттік бірден үзіліп кетпей тыртысып көп шынаған. Күн сайын бір тамыры қопсып, күн сайын тәкаппар басы еңкіш тартып, күн сайын бойдан қуат, тамырдан әл, өзектен нәр кетіп өлімсіреп барады. Бүгін тұңғыш рет күн күркіреп, күннің нұрлы нөсері жауды. Мазмұн тереңдігімен және идея сонылығымен көзге түскен оның бірі Терісахан. Терісахан кеңес дәуірінің қазақ халқының трагедиялық жай-күйін көрсететінін. Оралхан Бөкей қайдасың қасқа құлыным. Дүниедегі ең мықты, әрі ақылды, әрі тым көп жазатын тек қана менің әкем екен. Менің әкемнен асқан адамды осы жасқа дейін көрмегенімді, талай ауылды, талай қаланы аралап сандалсам да таппағанымды, тіпті 1000 жылдан соң да таба алмайтынымды білемін. Өйткені әкем мені дүниеге әкелді, өйткені ол менің әкем. Менің екі өкпесін тепкілеп тегіне берме, қызбай келеді ғой, бұлай шыққан соң көзімсіп аяғыма басар деді. Өз астындағы шабдар аттың тізгінін ердің жанына бос тастап насып байлатты. Әкемнің иығындағы осынау бас маған ес білгеннен бері таныс. Тіпті күн сайын көретін жұмыр жердің өзі көптес. Бірақ біз сол жұмыр жерді қаншалықты білеміз, сыралғымыз десек те білмейміз. Өйткені жер барлық тіршіліктің әкесі, жаратушы иеміз, тусақ та өлсек те қайта айналып өзін табамыз. Ендеше әкемнің басы осынау келген өткір көз. Сол бір өткір көз тым ертеректе менің бала кезімде болар, жұмыла жаздап, мәңгіге жарық дүниемен қоштаса жаздап, шиеттей бала шағасының көзін сақтап қалған еді ғой. Я, мен ол кезде әкемнің көзінен осы көз ол шақта әлде қайда ойлы, әлде қайда отты болатын. Ұшқын атқан жастық пен іңкәрліктің жалғына толы болатын. Я, ол кезде мен әкемнің көзінен әлде қайда мол қуат көркем. Бірақ қазіргі таңда сол қуаттың өзі ақылдың сабыр тапқан салқын тартқан шағында үлкен ақылға ұласқандай емес, әлде қайда тәртіпсіздей тәкаппар. Бұл қайдасың қасқа құлыным повесі оқиға желісіне байланысты бейне егіз туы жаман ырымға
өлтіреді деп ойлап биенің егізін өлтіреді. Және оқиға желісіне байланысты биенің құлынның анасын да өлтіреді. Осыған өкініш білдірген автор жаңағы құлынға өзінің аянышын, аяушылық сезімін білдіріп, осы оқиғаны жазды. Оралхан Бөкей «Ана қуанышы» прозасынан үзінді. Тамағын ішпей қайтарсың деп сабырмен қарсы алды анасы. Әкесі де жылқыдан келген екен. Өзінің талқыға ентісерін білген Жеңіс бір шынайы жайды әрең танысты. Жеңіс жұлдызды жігіт болды. Бағана әкесі үй ішінде болған жағдаймен танысып үлгеріпті. Ол өткір көзін жапқан қалың қабағымен керетісінде баласына үй іші болған соң ылсия сылдырламай тұрмайды. Оқа сұрау оның. Ойын дұрыс балам. Өз еңбегінде дәм татып көр. Менен кейін бірер жылқы бақ деді, салмақпен сөйлеп. Шын ба дегенде Жеңіс анасына бір, әкесіне бір қарады. Әкең туса қартайда серік болып, бағам білсең бақ, ойыңа мен де қарсы емеспін. Сүзім, кейін сырттан оқуға барарсың. Мұндай сөзді күтпеген Жеңіс анасын қапсыра құшып сүйе берді. Жеңіс әкесімен бірге жылқы баққаннан дәл бір ай болды. Ол бүгін қуанышты еді. Оны қуантқан ең алғашқы еңбек бақсы еді. Өмірдің дәмін енді ғана татқандай. Жас балаша қуанып үйге енді кірді. Анасын сесін соңды ұстата беріп, міне ана, Адалбектің нәтижесі деді. Анасы Қалима күлімдеген жүзіне қарап, балам қайырмен болсын. Ер жеткен деген осы азамат болсын деп мейірлене ұлының басына сипады. Осы сәтте ана жүрегінің баласына деген мейірімі шексіз еді. Бұл мәтіннің ана қуанышы деп аталуының өзіндік мәні бар. 17 жыл қанаттыға қақтырмай бағып өсірген анасының баласы Жеңістің қуануы айтылған. Еңбек етіп, тіпті ең алғаш еңбек ақысын алғаны осының бәрі анасының қуануына әкелді. Оралхан Бөкей қасқыр болған кезде жазушы өзінің бұл повесінде дамыған ауылдарды емес, керісінше сол дамыған заманауи ауылдардың көлеңкесінде қалып қойған, дамымай қалып қойған ауылдар туралы айтылған. Бұл шығарманың кейіпкері Арай өзінің бір сөзінде, бірақ сіздер бұндай ауылдарды байқамайсыздар. Тура жолмен тек сол жақсы заманауи ауылдарға қарай тартасыздар деп айтқан. Сың боранды кеші. Бұндай кезде бойыңды кернейтін суықты шығаруға амал іздейсің. Жойылсын бұйырма тірлік деп жар салғым келеді. Ауылдың тірлігі бір басқа, қаланың тірлігі бір басқа. Қалада барлығы өзгеше. Автобусқа жұмысынан қайтып, автобусқа әзер дегенде мінесің. Ол жерде бір-бірін балағаттап, мен кремге салып, бір-бірін итеріп жатқан адамдарды көреміз. Сол кезде бірінші шофер айғайлап, одан кейін әйелдердің үңкілдеген дауысы естіледі. Әнем не деп ауылына үйіне келген кезде әйеліңнің қайда жүрсің қаңғалас деген дауысын естесің. Тамағыңды ішіп теледидарды қосасың. Қайтадан өшіресің. Осындай қыстың бір аяз күнінде маған жолға шығуға тура келді. Негізі шыққым келмей еді, бірақ редакторлар барасың деп қоймаған соң бару керек болды. Қазақстанның шығысына барам. Біздің жақта 10 градус аяз болса, ол жақта 40 градус болар. Сөйтіп автобусқа отырдым. Автобус әнеміне жүреді деген кезде әдемі бір қыз кіріп келді. Келіп менің оң жағыма отырды. Сөйлесуге ерлік табылды деп қуандым. Оған қарап едім, әдемі қыз. Бірақ маған ол өзінің сұлулығын байқамайтындай болып көрінді. Бұндай адамдардың қасында отырған кезде бірінші болып әңгіме бастау қиындырақ. Бірақ мен сонда да терезе жақ суық қой, орнымызды ауысайық дедім. Ол маған сіздің киіміңіз менікінен де жұқа емес пе деді. Мен сонда да менің жігіт деген атым бар емес пе деп жауап қаттым. Бірақ менің бұл сөзім оның көкейіне орын таба алмады. Ұзақ үнсіздік. Автобустың ішіндегі суықтан мен де тоңып қалдым. Өтірік былғарадан жасалған аяқ киімнен аяғым қатты. Екеуін бір-біріне қайта соғып жылытқандай болдым. Арай маған қарап, пима кимей шығыпсыз ғой дедім. Сол құрғырдың жоқтығы ғой дедім. Пима ма, әлде ақша ма деді. Екеуі де дедім. Ол маған түрмеден босап шықтыңыз ба деді. Оның әзілі ме, әлде шыны ма түсінбедім. Алматы жылы болған соң ғой дедім. Ол маған келесіде есіңізде болсын. Алтай Алматы секілді жылы емес, қатал дедім. Мен болсам рахмет, бірақ та ұнатпаған жеріне екінші рет бармайсың ау дедім. Ол болса қайдам ат тауыспаған
3 рет басады дейді ғой. Өкінем аға жоқ іні дейтін, өкінем іні жоқ аға дейтін, бұл өмір жұтқан ауа білінбейтін, жылдар легі жоқ қылды әке бейтін. Батысқа бот ілінді әкем кетті, жең түріп комбайнға тәтем кетті. Найзағай таң беліне жарқ еткенде, тоба құстап анамнан ескерткенде. Келдім мен пәниге айғай салып, ух деді шешем байғұс кетті талып. Темір терек жасты неге әкеліпті, кім ұстасын астыма текем етті. Орап ап жалғызына жаулығына, аралықтай мен еске басшымын. Оралхан Бөкей қияли әңгімесінің өзінде. Оның қияли түгі жоқ, ауылдың көп адамдарының бірі ғана. Бірақ қиялилау екені де рас. Жұрттың бәрі айтып жүр, әдейі күлдіру жұмыс істейді де. Ол жігіт барған сайын ел аузына тастамайтын қылжақпа сатанып бара жатқаны да оны қызғанатындар да табылады. Басқаларды білмеймін, әйтеуір өзім қара жолдың шетіндегі қос бөлмелі ағаш үйге көзім түскенде, сол алқам-салқам қорасыға барып жұпыны баспананың жанында шүкір ойнап жүрген балаларды көргенде шашатамызша да ажар өмір сүруіне илана түсемін. Қалай дегенмен қияли жігіттің тіршілігі көз етті өскен кісілердің тәубесін есіне түсірер рас еді. 5-ші классқа ілдалдалап әрі жеткен ол әрі қарай шаршады деп оқымай-ақ қойғаны. Содан соң 18 жасқа толып әскер қатарына шақырылды. Апам басшыға ғана барамын деп әпескені жүріп тастады. Заң барлығымызға ортақ қой, оның саудылығын тыңдас па? Дедектетіп әкеткенде апасы аудан орталығына дейін қалмай ертіп барды. Шырақтарым деді әскери комиссариаттағы жігіттерге. 3 жылға шыдар шамам бар, мені де қоса алдыңдар. Баламның шайын қойып қасында болайын, басына сипап отырмасам ұйықтамайтыны бар еді. Амал не, апасын әскерге алынады. Жылай-жылай шаршатамыз кетті. Медведка деп аталатын орысы көптеу селоға тоқтап басқа жігіттерді жинаған бір әрекетте еркеміз отыра қалып апасына қатты. Оралхан Бөкей оңаша ойлап, сағынан кейбір кеште мұң шіркінді, ыстық деп кім ойлаған бұл шіркінді. Бастауы жақсы жүрдің болармысын, апыр-ау көзгемеге жас іркілді. Табиғат табанасын нөсеріне, керек деп жас шалғымның нөсеріне. Көзімді мөлдір жаспен шылап алам, жырымнан крем тоқып төсерімде. Жас керек бойдың сергіп өсеріне, жас керек қайғы деген десеріне. Жас тілейді қуаныш пен құрбыдағы дес бермей ойсыз күлкі өсегіне. Бейбіт күнде кемірсен таста жақсы, бейбіт күнде қанжарлы таста жақсы. Тыныштықтың ауасын жұта тұрып, бейбіт күнде жылаған жаста жақсы. Бөкей кешірінім, асқар тауды кең даланы кезек, өрікпеген көңіл Бөкей тұншырма. Ашулы өзен құм төбелі жолықса да төзек, жүрегімді шашадым деп шыншыма. Кешірінім қиындығы бұл мазасыз өмірдің, қиындықтың қиясында танылар. Желе жұртып құрық теңес көңілім, қымыз сіңген киіз үйді сағынар. Оралхан Бөкей, тортай менген ақбозат. Біздің ауыл салысығының иығына отырған шілерінің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын бұлтсыз күндердің тамаша мезгіл бастаушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлығын жаймасуға сәтінде төбенен төгіліп тұрар аспанға қарағайдың ұшының лақтыруын естіді. Қанша болсын ауырсынбайтын, қанша болмасынан жапырылмайтын, күлдіреген көрінсе болған табанымызға жұмсақ кілемдей тиюші еді. Жаңбыр толастар емес, құлаққа тасқа тиіп тайғанап жатқан сылдыр-сылдыр үн естіледі. Күркіреп сарқырамай ұрлана жауған жаңбыр қайдағы жайдағыны еске түсіріп, қияли дүниесіне жетелейді, немесе маужыратып ұйқыны келтіреді екен. Босағада отырған не деді тортай? Бағанағында емес, көңілденейін депті. Кел жаныма, мен сені тым жақсы көремін. Бастықтың баласың деп мұрныңды көкке көтермейсің, қарапайымсың. Жоқ, тәте, рахмет. Мам босаға да жетеді. Әншейін ораш келді деп естіп едім. Бара кесте бірге өстік. Бұзау жайып жүріп едік. Енді мені танымаған адам болды. Біз қойшы, ондай адаммен таныс емеспіз. Орашыстың жарық зорыз қой. Құдай қуат берсін. Одан ұдақатты танымары ора берсін. Тан ақ едім. Орашын қорын арай деп едім. Мен кіргенімді тіпті айтпай қойыншы. Ұят борам. Жай тәте, мен кетейін. Управляющий торатты ары қойып маған ары қатты берген. Торатты ораш жүрекке айтқан. Саған осы жетет деді. Мен кетейін. Керіп кетіп жүрді білешімей қойыншы.
орашкер деп естіп едім. Енді міне, бұрын бір епке естіп едім. Жетім бара болыпты, суыр қарай бітетін білмеппін. Осылай бітеді екен. Жарайды, мен кеттім. Маны көре өте аршы. Оралхан Бөкей апамның астауы. Бұл әңгімені Оралхан Бөкей өзінің апасына деген махаббатымен ойлап тапқан. Бұл әңгімені көзде жассыз, жүректе жылусыз тыңдауға болмайды. Мен ол кезде әлі кішкентай едім, апам өте жас еді. Ата-анамыз жайлауға малдың артынан кетеді. Оларды жылына айына бір рет болмаса көп көре бермейтінбіз. Апамның қасында жүріп, 15 жасыма шейін апамның қасында жүрдім. Ол кезге шейін апамның етегінен ұстап қонаққа барсам, сол үйдің бірінші тәттісі менің аузыма түседі. Оралхан Бөкей, Алтай. Жерімнің арулысың Алтай тауым, бауырыңда сіңсіп өскен бақша бауым. Басында аппақ болып қажытса да, қараймын, қызықтаймын, құмартамын. Таулардың атасысың шығысында, менде ел көп риза ырысыңа. Білім ап бауырыңда жүрміс шалқып, ай күнім анашымсың тынысында. Оралхан Бөкей, Кербұғы. Бұл үнді өлеті үзік-сүзік ұзақ қақпақылдады, қайталады. Осы сәтте бүкіл өмір ауа секілдеді бұғышым, алайда олай емес екен. Жаңадан ғана жетіліп үлпілдеп тұрған қос мүйіздің түбінен қосық сақ етіп келеді Кербұғы омыртқасы. Адалда арам өлімге бойы сұққан Кербұғы тұяқ серіпкен жоқ. Бостандықты енді ғана сезінген қайран дене суды. Мәңгіге суды да шын еркіндікке сапар шекті. Ол ерлерінің кімдер екені де белгісіз. Зымырайды поездер екінші көрініс. Киіз үйге Рахия бәйбіше кіреді. Тәстір қараңғыда қалай отырсыздар? Білмек-ау, шамдегі жақпағайсың. Олар, бұл үйдің құлқықтаны құрып қалған ба? Еркін. Құлқықтан босқындыққа шыққалы 10 жыл өтпеді ме, әке? Рахия білтеді шамды жағып Еркіннің жанына қояды. Рахия. Алла-тағалаға тесіле бермесең шықылының, қалардан келгенін түше, картосқа шығып, ойыңды жаз. Еміңді алмайсың ба? Омар, ұзағанның жай намазы Алла қағаз болып тұр ғой. Еркін болып ұзақ жетер еді. Жеңіл желпі киініп жүріп, суық тигізіп алыпсың ғой ұлым. Адал бақанда ілулі тұрған шапанды әкеліп жабады. Рахия. Кеудесін көтеріп, көзілдірігін сүртіп, тайжанға ішкі қаусырына түсіп сөз бастайды. Еркін. Әке, сізбен біз үнсіз тілдесіп отырмыз, бірақ сіз оны да менің сөйлемей айтқанымды да түсінесіз. Шешімнің жөні бір басқа. Менің бұл сүймейден аман есен келгенімді де сезесіз. Мына менің қолымдағы парақта сіздің бар байлығыңыз. Жоқ демесеңіз жаз жайлауыңыз, қыс қыстауыңыз да осы парақтың ішінде. Омар, Алла тағаладасың шимайы көп, Алла қағаздан қорқатын болдық қолым. Амал не, жазмышсың аузымыш бар ма? Еркін. Ендеше маған жақындаңыз. Омар еңбекте жылжып картаға жақындайды. Еркін. Менің қазір айтатын хабарым сіз үшін қаралы. Көзілдірігін орамалмен сүртіп қайта киеді. Еркін. Әке, қазақ СССР комитетінің заңы бойынша енді ауылдың малдарын конфискелеп алып кетеді екен. Бұл сентябрьден басталады. Омар, сентябрьдің қыркүйек пе? Иә, сентябрь қыркүйек келесі ай. Көшпелі аудандарда 400-ден, отырықшы аудандарында 300-ден бай адамдардың малдарын конфискелеп алып кетеді екен. Омар, менің малым 400-ден кем, және менің жерім жартылай көшпелі. Сонда Еркін сөзін бөліп. Сонда да кіресіз. Сөзіңізді бөлгенім үшін кешіріңіз. Менің жерім деген сөзіңізде түбірімен қате. Кеңес одағының құрылғанына 10 жылдан астам уақыт болды. Омар ашуланып. Менің қатемді түзейін деп келіп едің, жоқ болмаса өзің конфискеге келіп отырсың ба? Омарды тек қана көрсетіп, әзірелгесе де әзірмін. Еркін. Жоқ әке, сіз әлі дайын емес екенсіз. Маған неге бүйтіп ашуланасыз? Бұл заңды мен шығарғандай. Сіз барлығында әзір емес екенсіз. Маған салса, бәрібір мен Қазанда Ленин университетінде оқыған адаммын.
Заңның бәрін дерлік түсінемін. Қайтейін, ішім қазандай күйеді. Барлық алыштың адамдарының, қайраткерінің, бөрінің боғы болып, барлығы да дәрменсіз қалды. Менің барлық дәрменім ертіс көпірін қопару еді, оны да алып кетті. Әкесі Омар Жақсылық Бүркіт, анасы Рақия Кентай Елік, баласы Еркін, Дайрабаев Бек, Күн Көже Карайым.